Ақтауда коммуналдық салада жұмыс істейтіндер үшін ас ішіп аяқ суытатын арнайы орындар әзірленді. Сондай-ақ олар жылы киімдермен қамтамасыз етіліп жатыр. Жұмысшылар өздеріне бұрын-соңды бұлай жағдай жасалмағанын айтады. Таңнан кешке дейін көше сыпырып, қаланы таза ұстау жолында тер төккен еңбек адамдары туралы Аягөз Оралбайқызының бейнематериалында. Қаланың тазалығына жауапты жұмысшылар таңғы 8-де міндеттеріне кірісті. Олар қыста аязға қарамастан жазда желдің өтінде бел жазбай еңбек етеді. Өздеріне тиісті аумақты тіпті 4-5 шақырым жаяу жүріп тазалайды. Себебі мейлі ақшасы аз болса да олар үшін тазалық басты орында. Элифа Көбенова 13 жылдан бері көше сыпырушы болып еңбек етеді. Қаладағы шағын аудандарды қоқыстан тазартатын бригаданың белді мүшесі. Зейнет жасына таяп қалса да жастарға үлгі. Тазалыққа жаны құмар әйел жұмысына ерекше жауапкершілікпен қарайды. 7-8-10 мың деген ірі мусорын тазалаймын, содан айланып келіп жерлерімді кайыр лас болса сөйерді сыпырамыз. Жылы таза да үйге отырып деген жанымыз рахаттанып жатырмыз. Жаздық, қыстық бізге міне формаларын беріп жатыр. Үстімдегі мына киімдерімде жып-жылы. Коммуналдық қызметшілердің жұмысы тұрғындардың күнделікті көз алдында. Көшелер бір күн сыпырылмай қалса, айналаны қоқыс жайлайтыны белгілі. Сондықтан жұмысшылардың еңбегі адал дейді жұрт. Күнде көреміз бұл адамдарды, тазалықты жақсы жасайды. Таңертеңнен қара кешке дейін жұмыс жасап жатыр. Бұл кісілер болмағанда қаламыз таза болмас еді. Ақтау қаласы бойынша көше сыпырумен айналысатын 20 бригадада 350 адам жұмыс істейді. Олар түскі үзілісте бір мезгіл бөлмелеріне жиналып аяқ суытады. Демалатын орындарда жұмысшыларға жағдай жасалған. Оларды өздеріне ыңғайластырып, салыстырмалы түрде бұрын оларға мынандай жағдай жасалған жоқ. Біздер осындай помещение жалдап, 20 бригада осы қаламызда ыңғайлы алатын шағын аудандарына қарап помещениелер бар өздеріне. Ақтау еліміздегі таза қалалардың қатарында. Шаһар тазалығы коммуналдық қызметшілердің тынымсыз жұмысының нәтижесі. Сондықтан келешекте олардың еңбегі бағаланып, құрмет көрсетілсе, жалақылары өссе, нұр үстіне нұр. Аягөз Оралбайқызы, Нұрбай, Дидар.